Ассаламалейкум, армысыздар ағайын. Мен бүгін жаңадан жасап шыққан осындай құрылғымен таныстырғым келіп тұр. Бұлар три в одном. Угілде жанып тұр, қазір көмірмен жанып тұр. Газбен де жаналады, соляркамен де жаналады. Кез келген отынның түрімен жанады. Бұның қуаттылығы 400 киловатт мощностьта. Өздерің көріп тұрғандай, алдындағы сопының диаметрі 150-лік диаметр. Сол соплыдан сондай қысымда ұзындығы 1 метр расстояниеде осындай жалын шығып тұр, өздерің көріп тұрған болсаңдар. Өте үлкен қуаттылыққа жанып тұр, прозрачный болып, мінекей, таза жанып тұр. Ешқандай коптильный ештеңе жоқ. Хотя бұл көмірмен жанып тұр қазір, данный момент. Өте үлкен көрсеткіш бұл. Қуаттылығы үлкен, мінекей қарасаңыз. Диаметрі 500-лік осындай трубадан жасалған. Мынау камера сгорениесі бір салғанда 150-200 кило көмір ішіне салуға болады. Жаңа ғана ішіне бір 60-70 килограмм көмір салғанбыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай жақсы әдемі жанып тұр. Енді осының артына қарап келіп мотор шықтығымен таныстыра кететін болсақ, бұл жерде тройный мотор тұр. Әрқайсысы 1,5 киловаттлықтан. Мінекей астыңғы екеуіне 6 киловаттлық мощностьта регулятор мощность қойылған. Үстінде тоже самый. Бұл камера сгорениедегі отты талқандаушы компрессионный моторлар бұлар. Енді бұны елдер сұрауы мүмкін, бұл не затқа апарып қолданамыз деп. Бұны любой кім бизнес саласында айланып жүретін болса, любой котелдардың аузына апарып тығып, соплосын кіргізіп қойсаңыз, любой котелдарды үлкен, қуаттылығы үлкен котелдарды қыздыруға өте тамаша. Теплицаларға қолданса да болады. Кім производствомен айлансат, солардың бәріне кете береді бұл. Главное көріп тұрғаныңыз, бұл жерде преимуществосы көмірді как газ сияқты қылып жанып тұр. Прозрачный қылып жанып тұр көмірді, как газ сияқты қылып. Преимуществосы сода. Сосын өте үлкен объемда жанып тұр бұның қуаттылығы. Температурасы 1000-1200-ге барады бұның. Где-то температурасы 1000-1100-де шығып тұрыпты. Секундына где-то 2 куб объемда боздық. Секундына 2 куб. 1000-1100 градус температурада, өзіңіз ойланып көрің. 150 миллиметрлік диаметрде еще. Не деген энергия көзі бұл ауыздан шығып тұрған. Егерде бұнаның ішін крышкасын ашып, полный үгілде көмірді жүктейтін болсаңыз, где-то 200 кило көмірді жүктеп жағуға болады. Енді 200 кило көмір қанша уақытта жақсаңыз жетеді дейді. Полный мощностьта жақсаңыз 4-5 сағат жанады. Полный мощностьта 400 киловатт мощностьта. Если жай қойып жағатын болсаңыз, әрине ол көп уақытқа жетеді.